Coca Cola компаниясы Қарақалпақстанда іслеп шығарылатуғын қайсы өнім үшін тикарғы қарыйдар. Кегелі райондағы Ланкомия Өзбекстан-Қытай қоспа карханасы жойбарының ұлума бағасы 6 миллион 900 мың ақш долларына тең болып, карханада жергілікті боян тамырынан ыссы экстракт іслеп шығару жұмыстары қызғын пәтлерде алып барылмақта. Бұл экстракт азық-ауқатлық өнімдерді іслеп шығаруда қолданылатуғын тикаргы қосымшалардың бірі болып табылады. Кархананың құрылыс жұмыстары 2017 жылы басланған болса, биылғы жылы дәслепкі өнімдер іслеп шығарылып, экспортқа жіберілді. Экспорттан түскен биылғы пайда 2 миллион ақш долларын құрады. Тикаргы қарыйдарлар Қытай, Германия һәм ақш мемлекеттеріндегі азық-ауқатлық өнімдерді іслеп шығаратуғын өндірістік орындар болып табылады. Coca Cola компаниясы да тикаргы қарыйдарлардың бірі. Карханада қазіргі уақытта 220 адам тұрақты жұмыспен тәмінленген болып, олардың дерлік барлығы жергілікті бұқаралардан барады. Олардың жұмысқа келіп кетуіне қолайлық жарату мақсатында кархана тарапынан бейпул велосипедтермен тәмінленген. Сондай-ақ районлық транспорт басқармасы менен біргелікте жөнеліслі маршрутлардың қатынауы жолға қойылған. Карханада іслеп шығарылып атырған экстракт апуайы қанттан 150-200 есеге мазалы болып, қантлы диабет пенен науқасланғандар үшін пайдалы екенлігі анықталған. Кархананың жылдық қуаттылығы 500 мың тонна боян тамыры экстрактын іслеп шығаруға қанекелескен. Іслеп шығарылған өнімдер тұрақты түрде лабораториялық тексеруден өткеріледі. Бұның үшін ұлума бағасы 100 мың ақш доллары болған заманауи үскенелерден барат лаборатория өз жұмысын алып бармақта.